Ферменттердің әсер ету механизмі. Ферменттер катализатор ретінде қызмет атқарады. Олар процесс белсенділігі энергиясын кемітетіндіктен биохимиялық реакциялардың жылдамдығын миллион есе арттырады. Катализаторлар бұл реакцияларға қатыспайды. Екі субстрат біріккенде, олардың молекулалары катализдің белсенді орталығымен байланысады. Фермент әсерінен олардың арасында байланыс пайда болады. Ферментсіз бұл реакция өте сирек кездеседі, себебі субстрат өте көп мөлшердегі энергияға және дұрыс кеңістіктік бағдарға ие болуы қажет. Субстратты молекуланың ыдырауы кезінде субстрат ферменттің белсенді орталығымен байланысады. Фермент субстратты екі бөлікке бөледі. Ковалентті байланыстың кенеттен ыдырауы өте сирек болады. Реакцияны жылдамдату үшін ферменттің көмегі қажет. Ферменттердің әрекетін арнайы химиялық заттармен толықтай немесе жартылай тежеуге, яғни ингибитор әсеріне ұшыратуға болады. Ингибиторлардың екі типі кездеседі: бәсекелес және бәсекелес емес. Бәсекелес ингибитор субстратпен белсенді орталық үшін бәсекелеседі. Тежеудің басқа түрі аллостерикалық ингибитор болып саналады. Аллостерикалық ингибиторлар ферменттің жеке аймақтарымен байланысады. Нәтижесінде белсенді орталықтың кеңістіктік құрылымының өзгеруі жүзеге асады. Және де ол енді субстратты байланыстыра алмайды. Аллостерикалық активация ингибицияның қарама-қарсы процесі. Егер активатор болмаса, ферменттер қалыпты жағдайда белсенді емес. Активатор активация орнымен байланысқан кезде белсенді орталықтың кеңістіктік құрылымы өзгереді және ол катализация процесін жүзеге асыра алады. Коферменттер бұлар ферменттік реакция кезінде түзілетін молекулалар. Олар арнайы химиялық заттарды қабылдайды немесе береді. Ал реакция аяқталғаннан кейін ажырайды. Маңызды кофермент болып НАД, НАДФ, кофермент А, ФАД, АТФ немесе әртүрлі витаминдер саналады.